Қымбатты достар, Абай ауданының орталық аудандық кітапханасы тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап әдеби панорамасының бірінші шығарылымын ұсынады. Бүгінгі шығарылымда әйгілі ақын, поэзия тұлпары Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығынан сөз қозғамақпыз. Бүгін сіздермен бірге болатын мен, библиограф Сұлтанбекова Шынар Қабыкенқызы. Бүгін менің туған күнім, ой бәләй, мұнадамдар неге жатыр тойламай, банкет жасап берер едім бірақта, Тәңірімнің жарытпай-ақ қойған-ай деп, мұңдаған ақынның өмірден өткеннен кейінгі туған күндері халық болып тойланатын болды. Бүгінгі біздің іс-шарамызда әйгілі ақынның 90 жылдық мерейтойына арналады. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап акциясы бойынша поэзия көшін бастап тұрған ақынның өмір дастан атты өлеңдер жинағы. Бірақ арамызда ақынның өзі емес, тек қана албырт жырлары, жансыз суреттері. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев, Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қарасаз ауылында 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келген. Ақынның азан қойып шақырған аты Мұхаммед Қали. Бірақ ата-анасы пайғамбар атымен жүру ауыр тиеді деп, сәби күннен бастап Мұқағали деп еркелеткен. Мұқағалидың азат ойлы, ашық пікірлі болуына ер мінезді әжесінің тәрбиесі әсер етті. Мұқағали жастайынан әдеби шығармаларды сүйіп оқып, 14-15 жасынан өлең жаза бастайды. Қазақ классиктерінен басқа Гетені, Пушкинді, Дюманы, Драйзерді, Шекспирді және де тағы басқа шет тілдерінің классиктерін сүйіп оқыды. Нарынқолдағы орта мектепті бітіріп, кейін Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне, шет тілдер институтына, кейін Казмудың заң факультетіне оқиды. Мұқағали Мақатаевтың алғашқы жыр жинағы 33 жасында жарық көреді. Ақынның тұңғыш өлеңдері Қырман басында, Қойшы бала Әкітай, аудандағы Советтік шекара газетінде жарияланады. Інімнің ойы, шебер өлеңдері жастық жыры атты жинаққа 1951 жылы енеді. Бұдан кейін 1964-1976 жылдар аралығында ақынның 8 жыр жинағы жарыққа шығады. Бүгінде ақынның 1000-нан астам өлеңі мен поэмалар қалды. Ақынның өлеңдері туған жер, табиғат, махаббат тақырыптарын қамтиды. Поэзия, менімен егізбедің, сен мені сезесің бе, неге іздедің? Алауыртқан таңдардан сені іздедім, қарауытқан таулардан сені іздедім деп жырлағандай, саф алтындай поэзиясын бір елдің мұрасындай етіп қалдыра білген ақынның өлеңдері өз айтқандай талай болашақтарға көшеді. Ендеше сол бір мәңгілік көштің сырлы әуеніне, жадымызда жаңғырған жыр жолдарына құлақ салайық. Шеше, сен бақыттысың, жылама. Жай түсіп жатқанда да құламадым. Тәңірімнен мен едім ғой сұраған, сондықтан жылама, жылама. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен қашылмақ, байырғы берекеңді қашырмақ. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзімге бір тозбасына. Екі жыр жазсам саған бір нарына, шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың, тербете бер, құбаталдай иіген бесігіңді. Ақынның жан дүниесін түсіну кез келгеннің қолынан келе бермейді. Мұқағали Мақатаевтың сүйіп қосылған жары
Лашын Әзімжанова өлеңдерінің бірінші оқырманы әрі сыншысы бола білді. Бұл туралы ақынның ұлы Жұлдыз Мақатаев Хабар арнасының «Егіз жүрек» бағдарламасында берген сұхбатында былай деген екен. Әкеміздің алғашқы туындыларының сыншысы анамыз болды. Ол кісі ауылда да, Алматыға көшіп келгенде де орыс мектептерінде қазақ тілінен сабақ беріп жүрді. Әкемнің кабинетінен шыға сала, өлеңін анама әкеліп оқып беретіні есімде. Шеше мұндайда өз пікірін айтып отырады. Мұқағали Мақатаев өз үні, өз әуенімен қазақ поэзиясына кеп қосылған белгілі ақын лирик. Оның өлеңдері мен поэмалары тереңнен сыр тартар нәзіктігімен оқырман қауымның ілтипатына бөленді. Досым, саған сенемін, сені бөтем, жолы бөтен демеймін, жөні бөтен. Достық деген адамның көрік екен, достық деген адалдың серік екен. Қыран күлкі тамаша бәр осында, отырмын думан тойдың арасында. Береке бойдан асып жатқанымен, оқытыр көңілім менің нанасын ба. Ұйтқып жатыр көңілде қиын дауыл, неге сен келе алмадың жиынға бұл? Жыраққа жалғыз мені жібермеші, жаныңа жаманшылық бермағыр. Өмірдастан атты бұл жинаққа ақынның өлеңдері мен поэмаларының ең тәуірлері іріктеліп алынды деп, Мұқағали атамыздың көзі тірісінде жарық көрген соңғы кітабы осындай алғы сөзбен басталған. Өшет өлең немесе көшет өлең деп ақынның өзі болжағандай, Мұқағали жырлары уақыт көші алға жылжыған сайын қанатын кеңге жайып биіктеп барады. Қарасаз, қара шалғын өлеңдестім. Жыр жазсам, жұртым елеңдестім. Өлсе өлер Мұқағали Мақатаев, өлтіре алмас алайда өлең ешкім деп, ақынның өзі айтқандай, оның өлеңі өмірден өзі кетседе, өшпей жалғасын тауып келеді. Ақынның сөзіне жазылған әндер қазіргі таңда қазақтың қара домбырасымен эстрада төрінде шырқалып жүр. Табылғым келмейді-ай, қанаты бар. Қанаты бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді-ай, сәби болғым келеді-ау, сәби болғым. Бұл өмірде хабарсыз жаңа туған. Отта болғым келмейді-ай, жылуым бар бір керек жылыныңда. Сәби болғым келеді-ау, сәби болғым. Күн сәулесі ойнаған тұлымымда. Сәби болғым келеді-ау,
Kesilmesi bərber tosağımda Səbib olğum kilida Səbib olğum Səbi juğananın qoşağında Səbib olğum kilida Səbib olğum Səbi juğananın qoşağında Səbib olğum kilida Səbib olğum Səbi juğananın qoşağında Осындай әуенді нотада біз бүгінгі кездесуіміздің соңына жеттік. Қымбатты достар, ақынның шығармашылығынан қысқаша біз шолу жүргіздік. Толығырақ ақпаратты аламыз десеңіздер, әдебиетпортал.kz электрондық ресурсына жүгінесіздер. Сонымен қатар, Абай қаласының орталық аудандық кітапханасы ұйымдастырған Мұқағали мәңгілік ғұмыр кітап қаралымынан керекті кітаптарыңызды оқи аласыздар. Біздің есігіміз сіздер үшін әрқашанда ашық. Бізбен бірге болыңыздар. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап әдеби панорамасында жүздескенше.